Сәлем достар, бүгін мен сізбен Талғатбек. Мен барымызда сіздерге бір нәрсе айтайын. Бүгін мультиктегі барлық шындықты айтып берейін. Енді біріншісінде не дейміз? Сіздер бір кинодағы сумертерден бастайықшы. Сумуртер, суф әке дегендер, тал дегендер бар. Соларды сіздерге айта кетейін. Негізінде сумерттер тышқан деп ойластырып тышқаннан қараған. Өйткені ол жерде бір ол былайға қарағанда негізінде тышқандарды жиі көрген кезінде бірінің ат қояды ғой, бірінде өзде аты бар, бірақ оларда тышқан әке деген болады екен. Тал деген, ол тал демейді, білмеймін, бір-екі дейді. Әйтеуір өзі сөйтіп ат қояды екен. Тышқан әке үлкен адам болады ғой, бұлай үлкен анау жерде ерекше шал тышқан болады ғой, бұлай ата тышқан. Соны әке дейді. Үлкен адам болады. Сумертердегі Ақылбек барамыз ба? Сол Сумер әкедегі ғой, анау тышқан. Ал Гаргамелге келетін болсақ, тышқандар мысықтан қорқады. Тышқандар мысықтан қорқады, адамдардан қорқады. Сосын олар қашады. Ал ол Гаргамелге не үшін керек болғаны дейін ба? Олар одан өзін былай мықты сиқыршы қылу үшін былай тұнба жасайды. Соны ішеді, өзі сиқыршы болады. Ал мысық сол ана жақта дәу деген адамдар білміз ба? Адамнан кішкене үлкендеу. Ол бізде олар дәу деп айтпайды ғой. Аналар ергежейлі дейді. Бірақ тышқандарды қарасын, бұлай тышқан кішкентай ергежейлі сияқты ғой. Солай сумерте тышқандар уже ол жерде барлығы тәттіні, тамақты, көбінде тамақпен тәттіні дейді. Тышқандарды солай. Тышқандар тәтті-мәттілерді жеп кетеді ғой, бір жерге қойсаңдар, анандай ауылда тұратындар оны біледі. Ал енді Соникке келетін болсақ, Сониктің аяғы Сониктің аяғы барлығы жануар дей ма, адамның аяғы дей ма, барлығы білмейді. Енді мен осы жерден Сониктің айта кетейін. Соник бар емес па? Адамның аяғы. Бір Сониктегі бір кино болып жүреді ғой, ана жерден бұлай мына жерінде мұрты бар, адам іздеп жүреді ғой, қызыл киген ба, сол адам іздеп жүреді ғой. Енді сонда ол адаммен нақыз өліп қалады ғой. Сол Сониктің аяғы адамның аяғы. Өйткені ол Скарин бірінші бөлімінде ма, ол жан жақты жүгіріп жүреді, оны адам ұрып, соны бір нәрсеге тасқа із қалып қалады ғой, аяқтың ізі. Сол кезде сканерлеп көреді ғой. Сол кезде қалайсыңдар? Сканерлеп көреді ғой. Сол кезде Сониктің аяғын адамның аяғына сөйтіп көрінеді. Негізінде Сониктің аяғы адамның аяғы. Сау болыңыздар, просто досым келіп қалды. Сау болыңыз.